Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі мен сәні үйлескен сиыр етінен жасалынатын ыстық тағамын жасайтын боламыз. Бұл рецепттің ғаламторда көп түрлері бар. Ал мен сіздерге өзімнің сүйікті рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен мына жерде сиырдың етін қолданып жатырмын. Негізі сиыр немесе қойдың сан етімен жасасаңыздар болады. Менде сиырдың сан еті. Бұдан да кішілеу етіп турап алсаңыздар болады. Мен осылай ірілеу етіп турап алдым. Бұл жерде етіміз тұздалмаған және жас малдың еті болу керек. Енді біз етімізді маринадтаймыз. Ең алдымен кивиді үкіштен өткізіп салатын боламыз. Егер де бір күнге маринадтайтын болсаңыздар, бір күнге қойып, ол кезде кішкене ғана киви қосасыздар. Ал біз мына жерде 3 сағатқа маринадтаймыз. Келесі кукурузный крахмал мен кориандрды араластырып саламыз. Кориандр егерде сіздерге ұнайтын болса 10 грамм салыңыздар, ұнамайтын болса 5 грамм салыңыздар. Бірақ міндетті түрде салыңыздар. Бұл да дәмін келтіреді. Үстіне сұйық майды құятын боламыз. Одан кейін барып тұз, паприка, қара бұрышты араластырып салатын боламыз. Бізде паприка тәтті бұрыштан жасалынған паприка. Енді үстіне кинзаны кесіп салатын боламыз. Мен таяқшаларын, ұзын таяқшаларын кесіп алып тастадым артық. Одан кейін осылай үлкендеу етіп турап салдым. Енді үстіне сарыағаш құятын боламыз. Бізде сарыағаш етті жұмсартады және етке әдемі дәмін береді. Енді жақсылап араластырып, бетін жауып, салқын жерге немесе тоңазытқышқа қоямыз. 3 сағат тұру керек. Неке етіміз дайын, 3 сағаттай тұрды. Енді табамызды қыздырып, осылай кішкене сұйық май құятын боламыз. Енді етімізді салып пісіретін боламыз. Неке етіміз дайын. Енді осы етті дәл осылай сумен құймаймыз. Етті суынан сығып салатын боламыз. Салған кезде осындай үлкен кинзаларды алып тастаңыздар, ал майда кинзалар тұра берсін. Енді жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бетін жауып, қатты отта 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өзінің соғы шығуы керек. Енді ол пісем дегенше картопты осылай домалақтап турап алатын боламыз. Бізде қазір кабачки, баклажан керек болады. Олардың размерлері бірдей болу керек. Үшеуінің размері бір-біріне үйлесуі керек домалақтығы. Енді осылай дәл осылай кесіп аламыз. Бұдан сәл үлкендеу қылып кессеңіздер де болады, жалпақтау қылып кессеңіздер де болады. Енді кесіп болғаннан кейін осыны маринадтайтын боламыз. Картопты алдын ала осылай ашып қойған болсаңыздар, суға салып қойыңыздар, сол кезде қараймайды. Енді үстіне қара бұрыш саламыз. Міне паприка бізде тәтті бұрыштан жасалған паприка. Одан кейін тұзымызды салатынбыз. Бәрін мен мына жерде көз мөлшермен картошканың салмағына, яғни көлеміне қарай салдым. Одан кейін үстіне осындай чеснок саламыз. Бұл чеснокты кез келген екеу болсын, үшеу болсын чеснокты осылай үкіштен өткізіп, содан сәл ғана сұйық майды асырып құятын боламыз. Жасалуы оңай негізі. Одан кейін осылай сұйық майды кішкене көлеміне қарай құйып шығамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырған кезде барлық картошкаға тұз бұрышымыз тию керек. Жақсылап араластырамыз, араларын ашып. Одан кейін 200 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан кезде картошкамыз формасын сақтап тұратындай болып пісу керек. Болгар бұрышын, сәбізді турап алатын боламыз. Помидорды турамаймыз бұл жерде. Мен мына жерде черри помидорын алдым. Кәдімгі күнделікті қолданып жүрген помидорды қолдансаңыздар болады. Енді осындай пиязда үлкендеу етіп турай береміз.
Енді кабачки мен баклажанды дәл осылай домалақтап тура алатын боламыз. Мендегі картошка негізі бұл тағамды өзіміздің үйге жасағандықтан, менде картошка үйде бар, картошкамен жасадым. Негізі картошкамызда дәл осы баклажан мен кабачки мен домалақтығы бірдей болу керек. Қазір орналастырған кезде бәрі қатармен әдемі болып көріну үшін. Енді екеуін осылай турап аламыз. Одан кейін қазір маринадтайтын боламыз бұны да. Мінекей қараңыздар, картопымыз да пісті, өте әдемі қызарып пісті. Осылай пісуі керек. Піскен кезде қолыңызбен қыссаңыз езіліп тұрады, бірақ осылай формасын сақтап тұру керек. Мен бұны бөлек ыдысқа салып алдым. Су үшін енді осы ыдысқа қазір маринадтап баклажан мен кабачки салатын боламыз. Бұл жерде маринадтау, үшеуінің маринадтауы бірдей, үшеуіне де бірдей қосасыздар. Просто бұл жерде айырмашылық, баклажанға майды кішкене көбірек құямыз, ал кабачкиға майды азырақ құямыз. Мінекей осы ғана айырмашылық. Барлығын осылай көз мөлшерімен салып шығамыз. Чеснокты да саламыз, бұрыш, қара бұрыш, паприка, тұзды да саламыз. Соңында жақсылап араластырып 220 градуста 7 минутта пісіріп алатын боламыз. Бұл да езілмей шығуы керек. Бұны да дәл солай осылай қосып шығасыздар. Майды кішкене көбірек қосамыз. ...220 градуста 7 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Негізі пешіміз алдын ала қызып тұрған пеш болу керек. Сол кезде санаған кезде, қызып тұрған пешпен санаған кезде 7 минутта пісіп шығатын болады. Мінекей қараңыздар, өзінің әдемі соғы шықты. Ешқандай су құйған жоқпын бұл жерде. Енді жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа оттан кішкене төмендеу етіп газдың астын қоямыз. Сөйтіп бетін жауып 40 минутқа бұқтырамыз. Мінекей достар, пісіп шықты. Осылай езілмей әдемі қызарып пісіп шығу керек. Мінекей достар, 40 минуттай болды. Енді үстіне сәбізді салып шығатын боламыз. Сәбізді салғаннан кейін үстіне пияз салатын боламыз. Пиязды салған кезде қолымызбен езіп, арасын ашып салатын боламыз. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін сәбізіміз дәл осы қалпында шығу керек, пісіп шығу керек, езілмеу керек. Сондықтан соғына қарай кішкене батырып жібереміз. Енді дәл осы отта 15 минутта бұқтыратын боламыз. Мінекей 15 минуттай бұқтырылды. Мінекей қараңыздар, сәбізіміз езілген жоқ. Бассаңыздар кішкене жұмсарып тұр, бірақ дәл ортасы әлі пісіңкіреген жоқ. Енді үстіне болгар бұрышын саламыз, тәтті бұрыш, одан кейін черри помидорын салатын боламыз. Енді осының үстіне кинзаны
бүтіндей үстіне қойып шығатын боламыз. Кинза ұнамайтын болса салмай қойсаңыздар болады, бірақ кинза бұл да бір ерекшелік дәм беретін болады. Сондықтан мен бетіне қойдым. Енді бұны да 15 минутқа қойып бұқтыратын боламыз. Дәл осы отта бұқтырамыз. Мінекей достар, 15 минуттай тұрды. Мінекей қараңыздар, иісі деген енді үйді алады ғой, иісі керемет. Енді осыны оттан шетке қарай алып қоятын боламыз. Мінекей барлығын пісіріп болдық. Енді барлығын әдемілеп қойып шығамыз. Баклажан, картоп, кабачки. Осылайша барлығын тысқатар қойып шығамыз. Мен де өзіміздің отбасымызға жасағандықтан үйде бар кішілеу картоппен жасай бердім. Ал сіздер қонаққа жасайтын болсаңыздар, картоп, кабачки және баклажан үшеуінің формасы бірдей болу керек. Сол кезде жаңағы осы формаға қойған кезде әдемі, бір қалпы бірдей болып көрінеді. Мен де осылай артылған картопты астына қойып шықтым, бірақ кабачки мен баклажанды қойған жоқпын. Енді дайын болған етімізді осылай сүзіп алып, дәл ортасына салып шығамыз. Бетінде кинзаны қоспаймыз, оны алып тастаймыз. Негізі бұны сәл үлкенде домалағы ыдысқа салсаңыздар, жаңағы артылған кабачки, картоптарыңыз бәрі молынан жететін болады. Мен де енді үйде бар осы ыдыс болды, сондықтан осы ыдысқа жасап шықтым. Енді шетіндегі баклажан картоптың үстіне еттің соғын әдемілеп құйып шығамыз. Сол кезде тамақ одан әрі дәмдірек болып шығады. Енді тамағымыз одан әрі әдемі болу үшін, осылай әдемілік үшін бетіне көк пияз сеуіп шықтым. Мінекей достар, біздің ыстық тағамымыз да дайын болды. Қараңыздар, түрі қандай әдемі. Дәмін енді өздеріңіз жасап көріп, сосын бірақ айтыңыздар, комментария бөліміне жаза кетіңіздер, жасап көріп жатсаңыздар, пікірлеріңіз жаза кетіңіздер, және осы менің инстаграм каналыма мені белгілеп салып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қараңыздар, қандай әдемі. Кез келген қонағыңызға ұялмай ұсына бересіздер. Осы тағам өзіміздің отбасымызға қатты ұнайды және сүйікті тағамдарымыздың бірі. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздердің де сүйікті тағамдарыңызға айналатынына сенімдімін. Сіздермен болған Гүлайым. Қош сау болыңыздар.